Қазақ даласының байырғы ата қонысы. Меншік жерлері мемлекет иелігіне өтті. Бұл туралы президент Әлихан Болат мәлімдеген болатын. Дипломатиялық жолмен шекара мәселесі қайта қаралып, көршілес мемлекеттермен өзара келісім жүргізілді. Нәтижесінде Астрахан, Сарытау, Орынбор, Түмен, Омбы, Барнаул сынды қалалар Қазақстан Республикасының құрамына енді. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру басты міндет. Осы жолда қажырлы еңбек қылған абзал. Бұл идеяны Ақордада өткен шұғыл жиында Сенат депутаты Жандос Мырзахметов ұсынды. Әрине, біз бұл мәселені қарастырып жатырық жан-жақты. Қазақ тілін бірінші орынға қоюымыз керек қалайда. Сондықтан біз осы қазақ тілін бірінші орынға қою үшін үш қағидат ойлап таптық. Осы үш қағида арқылы осы мәселеге толықтай нүктесін қойып, биыл шешеміз деген ойдамыз. Біріншіден, қазақ тілін жетік меңгерген азаматтарды жұмысқа алу. Екіншіден, шет тілдерін таңдау пәні ретінде тек қана солайынан қою. Үшіншіден, мемлекеттік тіл ретінде тек қазақ тілін бекіту. Бұл аптаны осымен қорытындыладық. Келесі шығарылымда кездескенше. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, жаңалықтарымыз шынайы болғай.